Германияның Лейпциг қаласында лаңкестікке қарсы операция жүріп жатыр. Жергілікті арналар бірнеше адамның қамауға алынғанын хабарлайды. Барлығы Ирак пен Левант лаңкестік ұйымының немесе Сирия аумағында әрекет ететін террорлық топпен байланыста болуы мүмкін деген күдікпен ұсталған. Арнайы қызметтің өкілдері үшін тұрғын үйге тінту жүргізіп жатыр. Айта кетейік, операция Лейпцигтен бөлек бірнеше өңірде де ұйымдастырылған. Елдің бас прокуратурасы бұл шараның лаңкестікке қарсы жүріп жатқанын растады. Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында мемлекеттік шығындарды қысқартуға қарсы өнер ұжымдары наразылық акциясын өткізді. Бір қызығы, олар үкіметтің ұстанған саясатына көңілі толмай, көше кезіп шерулеткен жоқ. Керісінше билік назарын өзіне аудару үшін ашық аспан астында көпшілікке концерттік бағдарлама көрсетті. Наразылық акциясы Бразилияда алғашқылардың бірі болып ашылған қалалық театр алдында өткен. Өнерпаздардың айтуынша, олар бірнеше ай жалақы алмаған, өйткені экономикалық дағдарыс мәдениет саласын қатты әсер етіп, театрларды қаржыландыру айтарлықтай қысқарған. Аламалы таусылған қызметкерлер ақысыз жұмыс істеп жүр. Ұлыбританияның Брайтон қаласында дрондармен жарыс өтті. Сайысқа 15 команда қатысты. Жарыстың шарты бойынша сайыскерлер бұрылысы көп бөгеттерді бар жолдармен жүріп, бірінші болып келуі тиіс. Оған 8 минут уақыт берілген. Шараға қатысушылар құрылғыларын басқару үшін арнайы көзілдірік киіп, камера арқылы бақылап отырады. Ұшу жылдамдығы сағатына 95 шақырымды құрайды. Сондықтан оған тыңғылықты дайындық қажет. Жүргізуші, біз өмір сүргіміз келеді. Бұл Қызылордада балалардың қатысуымен өткен акцияның атауы. Мақсаты көлік жүргізушілерінің ереже бұзуын болдырмау, жаяу жүргіншілерді сыйлауға шақыру. Шара жазғы каникул қарсаңында өткізіліп отыр. Акция тәртіп сақшылары, дәрігерлер мен педагогтарда тартылды. Темір тұлпары бар тұрғындарға түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, сауалнамалар алынды. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, балалардың қатысуымен орын алатын жол көлік апаты каникул кезінде жиі болуда. Жолда жүйткіп жүретін жүргізушілердің кесірінен жыл сайын елімізде 5 мыңға жоқ бүлдіршін түрлі жарақат алады. 100-ден астамы қаза тапқан. Баласын 60 мың теңгеге айырбастаған Жанна Қаласова 7 жылға сотталды. Қылмыстық кодекстің кәмелетке толмағандардың саудасы бабы бойынша айыпталған Қаласова жазасын жалпы тәртіптегі түзету колониясында өтейді. Жеке меншігіндегі мүлкі тәркіленеді. Сонымен қатар баланы бауырына басатын адамды тауып беріп, екі арада делдал болған Данагүл Өтешева 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Судья үкім шығарар кезде кәмелетке толмаған баласы бар екенін ескеріп, жаза өтеу мерзімін 5 жылға кейінге шегерген. Ал ұзақ жыл бойы сәби сүйе алмаған баласы мен келініне баланы алып берген Дина Досақова 7 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды. Бүгінге дейін үміт сәбилер үйінде болған бала мемлекет қамқорлығына қалады. Айта кетейік, Жанна Қаласова бірінші баласында сәбилер үйіне тастап кеткен. Шалқар көлі. Шалқарға әкім болып барған әр шенеуніктің бас ауруы. Бірнеше жыл қатарынан су тартылып, табаны құрғаған көлге былтыр су келе бастады. Күзде жеке кәсіпкер 13 миллион теңге бөліп, бөгет салып, көлдегі суды бөгеген. Қазір оның 5 миллион текше метр ылғал жинайтын қауқары бар. Ал көлдің екінші бір бөлігін қамыс қаптап тұр. Бұлақтардың көзін ашып, көлдің табанын тазарту керек. Үкімет қолға алмаса, жергілікті бюджеттің бұған шамасы жетпейді. 5 миллиард ақша керек екен. Су астын тазарту, ол ойлаған бір ауданның бюджеті бір жылдық. Ол көлемі, ол мемлекет арқылы бөлінбесе, ол местный бюджеттен келмейді. Сондықтан кеше облыс әкімі сапарым барғанда, ана бөгеттерді көрсеттік, сол Шалқар көліне осы 2 жылда су келе бастады. Қазір ана үлкен көл суға толып тұр. Екінші көлді біз дамбы құрып, 5 миллион куб метр сақтайтын қойманы мөгек қойдық. Енді биыл ақша бөлінді. Мына проектпен документация, соған құжаттар дайындау ақша бөлінді. Енді биыл осы жылдың аяғына дейін бекітін алса, келесі жылы облыс әкімінің өзі жоспары бар, 1 миллиард ақша Шалқар көліне алып беремін деген. Мәселе орнынан қозғалды. Мейірбекелер кәсіби мерекелерін атап өтті. Салтанатты жиын Қазақстан Халқы Ассамблеясы ғимаратында өтті. 100-ден аса орта буын медицина қызметкері, облыс қала басшылары, облыстық мәслихат және денсаулық сақтау басқармасы басшылығы атынан марапаттарға ие болды. 10 медбике облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың алғыс хатымен марапатталды. Сондай-ақ Экспо 2017 халықаралық көрмесіне тегін жолдамалар алды. 15 медбикеге облыстық мәслихат, қала әкімінің алғыс хаттары табыс етілді. 7 мейірбекені Қызылай қоғамының облыстық филиалының басшылығы құттықтады. Енді осы және өзге де ақпараттар легімен 3w.rikatv.kz сайтынан оқып біле аласыздар.